Құрметті ағайын, бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз мәңгүртизм, мәңгүрт туралы болмақ, бастамас бұрын бірдеңе айтып өтейін. Біздің егер де осындай бір тақырыпта айтылған кезде қазақ тілі туралы, қазақтың салт дәстүрі туралы, оны қорғау туралы, оны қорғаудың құқығы туралы, оны қорғаудың маңызы туралы айтылған кезде, әдетте бізге мынандай бір сөздер айтылады. Ой, бұл шовинизм, ой, бұл нацист, тыңдамаңдар, оны керек емес деген сияқты. Бірақ та егер де шынайы көзқарасты қараған кезде, бұл былайша айтқанда қазақ тілінің жүгін арқалағысы келмейтін, өзінің ана тіліне бір құрметсіздік танытатын адамдардың жай ғана бір өзіне жауапкершілікті алып тастап басқа біреуге бере салудың әдісі ғана деп ойлаймын. Ол бір сондықтан да ол өзінің туған жерінде өзінің ана тілін сақтаудың, оны талап етудің ешқайда бір оғаштығы жоқ. Керісінше ол солай болу керек. Бұл бір. Екіншіден, кейде шыны керек, бізден де бар, біз патриотизмге өтірік бір асыра сілтеушілік бір патриотизмге салынып кетеміз. Ол қалай? Біз кейде тілді талап еткіміз келеді, бірақ та өзіміз соған сай болмаймыз. Ол бір. Екіншіден, біз былайша айтқанда тек қана соның айналасында ән айтамыз да, ал өзіміз болсақ үйде бықсып, сасып, сондай бір жатай береміз. Бұл да дұрыс емес. Яғни орта жолды ұстанған бұл әрине ең дұрыс шешім болады. Осыны айтып өту керек, және де басына бір міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, бұл видеоны таратыңыздар, адамдар көрсін, білсін. Сонымен біз бүгін мәңгүрт туралы айтатын боламыз. Мәңгүрт деген кімдер? Мәңгүрттер деген кімдер? Мәңгүртизм деген не? Қазіргі Қазақстанда оның былайша көрінісі қандай деген сияқты тақырыптар бар. Және де осы мәңгүрт деген тақырыпқа толықтай байланысты Найман ана деген біз бір аңызды кішкентай бір мазмұнын оқып жіберетін боламыз. Барлығы енді қолыма жаңағы Найман ананың кешірім сұраймын, кітабы түскен жоқ. Оны талқылап отыру, бұлай толықтай оқудың да қажеті жоқ мына жерде, себебі уақыт көп алады. Екіншіден, оны енді әдеби жанрда кітап болғаннан кейін өздерінің жеке оқығандарыңыз дұрыс болады, ана бір ішкі мазмұнын сезіну үшін. Біз қазір қарапайым Safari'дан тапсаңыздар да, Википедиядан тапсаңыздар да, Google Chrome'дан тапсаңыздар да, мәңгүртизм деп жазсаңыз, мына Википедиядан шығады. Сол жерден оқитын боламыз. Мына жерде қысқа бір ақпараттар жиналып берілген екен. Ал кетті, бастайық. Бісміллә. Мәңгүрт дейді. Мәңгүрт есінен айырылған ақылсыз деген сөзді білдіреді. Егер де толықтай тоқталатын болса, түркі кезеңінде жуан жандардың, қара қытайлардың, яғни тұтқынға жасаған әрекетінен кейін пенденің өз есінен айырылғаннан кейінгі аты. Яғни есінен айырылып қалған, жаңағы айттық қоя, есінен айырылған ақылсыз адамның берілген аты. Мәңгүрттер қорлық, зорлық атаулының бәрін көреді. Миына жазылмастай зақым келген, кәдімгідей травма болған ғой, былайша айтқанда миында. Қай елден шыққанын, кімнен туғанын білмейді, себебі ақылсыз, ақылының бүкіл кетіп қалған. Тек кеудесінде жаны бар, бірақ өлік сияқты, яғни жаны бар, былайша айтқанда мал адамнан кем емес қой. Малдан ешқай жері бір кем емес, жануар сияқты. Себебі жануарда да тіршілік иесі, бірақ былайша айтқанда ақылға салмайды ол. Бұл да дәл солай. Ішіп жеуге, қара дүрсін жұмыстарды атқаруға ғана қабілетті болып келеді. Олар тіпті алыс пен жақында ажырата алмайды. Біз қазір алыс пен жақында ажырата алмаймыз ғой, көршіміз қай жерде, туысымыз қай жерде, олар кімдер деген сияқты жалпы тақырыпқа біз қызықпаймыз мүлде. Бұл бір мәңгүрт деген ұғымға жалпылама анықтама беріп кеттік. Астында түсек мәңгүртизм дейді. Мәңгүртизм деген енді нәрсе? Мәңгүртизм немесе мәңгүрттік идеологиясы өз ұлттық құндылықтары мен өз ана тілін өзі жоюды көздейтін, осыған дейін кімнің отары болса, соның тілінде сөйлеп, соның мүддесі үшін жан таласатын азғындардың сенім жүйесі. Біз кімнің отарында болдық? Біз Ресей патшалығының ортасында болдық, КСРО-ның құрамында болдық. Сол жердің тілінде сөйлейміз дәл қазір. Біздің айтып жатқан тақырыбымызға былай келеді негізінде.
мәңгүрт идеологиясы әлемдегі ірі отаршыл саясаттардан пайда болады. Біз қаншама жыл отар болдық, ірі өте масштабты көлемдегі отарда болдық. Отаршылдар өздері басып алған елдердің байлығын тонап, мәдениетін ойрандап қана қоймай, сол халықтың азаматтарына мәңгүрттік идеологиясын сіңіреді. Оларды өздерінің рухани құлына айналдыруға тырысады. Сталиннің кезінде мен ғана құдаймын, әсіресе одан кейінгі тағы да басқа КСР-ның президенттерінің кезінде орыс тілі бұл басқа тілдерді, басқа халықтарды мынандай еткен тіл, орыс тілі ғана болу керек, орыс тілі ғана дамиды, басқа тілдер жоқ, басқа халықтар олар басқа халықтардың бүкілін адам қылған орыс халқы деген сияқты, ұлы орыс халқы деген сияқты мәңгүрттік идеология бар. Тіпті кейін сол ел тәуелсіздік алса да, біз 91 жылы тәуелсіздік алдық, 30 жылдан асты, 35 жыл ма қанша алса да, жаңағы мәңгүрттік идеологиясы жұққан кісілер өз ұлтының мүддесіне қарсы мәңгүр ретінде әрекет жасайды. Ұлттық мемлекеттің дербес өмір сүруіне, өз-өзін қалпына келтіруіне және өсіп өркендеуіне кедергі келтірумен болады. Былай қарасам, біздің тәуелсіздік алғанымызға қаншама жыл болды, отаршылдықтан шыққанымызға қаншама жыл болды, КСР-ның тарағанына қаншама жыл болды. Бірақ әлі күнге дейін бізде қаншама ресурс болды, қаншама мүмкіндік болса да, біз өсіп гүлдене толықтай алдық деп айта алмаймын. Енді қазір халықтың бір жағдайына қарасақ, бұл не үшін? Бұған кедергі кімдер? Бұған кедергі қарапайым халықтың өзінен де ішінен бар, толып жатыр ондайлар, және де биліктен де болған, бәлкім қазір де бар мәңгүрттер. Яғни өзінің елі оған қызықтырмайды. Жанындағы көршілес ел не айтса, соның басшысы не айтса, соған сеніп, жарайды, болды, тақсыр болды, аса мәртебелі, бірдеңе деп соның артынан жүре береді. Олар сыртқы жаулардан да қауіпті. Ал егер олар сол елде билікке шықса, елдің өз ұлттық болмысын қалыптастыруына кететін уақыт ұзарады. Жолы қиындайды. Жаңағы тура айтқан әңгіме, яғни ондай кісілер биліктің басында да бар. Болған. Қазір де бар. Олар сыртқы жаулардан да қауіпті дейді. Бізде қазақта айтады, іштен шыққан жау жаман дейді. Шынымен де қорқынышты дүние. Енді біз жалпы мәңгүрттен кім екенін түсіндік. Мәңгүртизм идеологиясы, мәңгүртизм ұғымы деген не екенін түсіндік. Енді бағанағы айтқан осы бір тақырып қайдан алды, осы бір сөзін неден алды, қандай шығармадан алды. Бұл Шыңғыс Айтматов деген жазушының Найман ана деген әңгімесінен алынған. Найман ана ол ғасырдан ұзақ күн деген романының үзіндісі болып табылады. Онда тұтқынға түскен әрбір адамның шашын тықырлап алып, негізінде мына шаш деген бар ғой, шаш деген не үшін, мысалы ақын жазушылар, суретшілер, бір шығармашылық жолындағы адамдар шашын өсіреді. Өйткені олар үшін шаш ол еркіндік. Шашын тықырлатып тұрып алып тастама демеймін, алай бер, бәрібір адамның өзіне еркі. Бірақ көбінесе әсіресе сол замандармен салыстырған кезде ол жерде шашты алып тастау, толықтай алып тастау, ол кәдімгідей бітті, күйреді, сен адам ертінде сен біреуге бағынып қалдың дегендей. Мысалға әскердің былай ойлап қарасын, әскерге барған кезде не үшін адамдар шашын тықырлатып алып тастайды? Өзіне ерекшелігі болмайды, олардың бүкілі бір жүйеге бағыну керек дегендей нәрсе ғой. Кешірім сұраймын. Олардың шашын тықырлап алып тастайды, түйенің жүнінен кепеш атты бас киімін кигізетін болған. Кепеш деген адамның сана сезімінен айырылу үшін түйенің жүнінен жасалатын бас киім. Яғни арнайы адамның сана сезімін улап тастау керек қой, былайша айтқанда. Бұдан кейін не болады? Кепешті кигізгеннен кейін жужандардың тұтқында 5 күн ассыз, сусыз шөл далада қалдырған. Бас киімін киіп алады, жаңағы түйенің шашын тықырлатып алып тастайды, 5 күн, 5 түн сусыз ештеңесіз қалдырады далада. Сөйтіп, бұл шаш 5 күнде 5 миллиметрге дейін өседі да, бұл мидың зақымдануға толықтай былайша айтқан себеп болады. Ол мидың зақымдануы үшін ол болды, солай бола берсе болады дегендей. Жеткілікті мөлшердегі былайша айтқанда өсі ғой. Мәңгүрттену кезеңі өткеннен кейін тірі қалған адам мәңгүртке айналады. Мәңгүрт қожайыны не қалса соны істейді. Вот сіз қожайынсыз, сіз бастығымсыз, сіз менің патшамсыз, сіз менің артына кіреді. Ана адамның былайша айтқанда артына кірмесе де, кірсе де, саналы істесе де, саналы істемесе де, әйтеуір басшысы не айтады соны ғана орындайды. Бір қорқыныш бар. Себебі ол кепешті шешсең өлесің деген қожайындардың сөзі. Не үшін ол
қожайындарына қашып шықпай жаңағы айтқан кепешті шешен өресін егіп әбден аналарының миына тыққылап тастаған. Біз қазіргі күнмен салыстырған кезде сен былай айтпа, бастысы бас амандығын болса болды. Сен былай істеме, бастысы басын аман болсын. Әйтпесе ертең сен мынаны айтып қалсаң мынандай болады, мынандай болады, мынандай болады дегенге адамның айтқысы келетін нәрселерін әбден тежеп анау адам сеніп қалған болды. Мен айтсам, мен қазір төбемнен келеді да біреу тура бас төбемнен ұрады дегендей. Наймандар өздерінің жужандарға тұтқын болып түскен туысқандары немесе достарын салық төлеу арқылы алмаған, себебі олар мәңгүрттің ешқашан өзгермейтінін білген. Мәңгүрт адам болды. Адам мәңгүртке айналды ма, оны өзгерту өте қиын болады. Енді Шыңғыс Айтматов осыны жазған. Шыңғыс Айтматовтың сипатында мәңгүрттер деген кімдер? Шыңғыс Айтматовтың айтуынша мәңгүрттер тек я немесе жоқ дегенді ғана біледі. Олар қожайынның сөзінен басқа сөз маңызды емес. Олар тек өмір сүру үшін ойлайды. Найман ана әңгімесінде Дөненбайдың ұлы Жолама мәңгүртке айналады. Ал Найман ана өз ұлын туып, өз үйіне қайтармақшы болады. Дегенмен Жолама өз анасын танымағандықтан, өз еліне бармай, өз қожайындарының ол сенің басында кепешті шешуге дайын деген жалған ақпаратқа сенетіні өзінің анасын өлтіріп тастайды. Өте ауыр оқиға негізінде, өте көзіне жас алып келеді былайша айтқанда. Біз енді бұны түсінікті, төмен деңгейде бұл кәдімгі адамдардың арасында осылай байқалады. Яғни бір адам бір адамды өлтіруге, тіпті өзінің анасын өлтіруге дайын тұрады. Бірақ біз бұндай адамдар басқаша айтқан кезде, кеудесі бос адамдар, надандар дейміз, басқаша дейміз. Мәңгүрт идеясын алып біз егер толықтай бір ұлттың деңгейінде қарастыратын болсақ, жаңағы ананы біз тіл деп қарастырсақ болады, ұлт деп қарастырсақ болады, ал мынау өзінің анасын өлтірген баланы біз сол елдің азаматы деп қарастырсақ болады. Яғни ол елдің азаматы басқалардың сөзіне әбден сеніп қалғаны сонша, әбден мәңгүртке айналғаны сонша, өзінің тілін, ұлтын, ділін, дәстүрін, дінін, тағы да басқа халқын бүкіл сатып кетуге дайын болады. Олардың ақысына кіруге дайын болады. Ақшасын жеуге, ақшасын тартып алуға, біреудің ала-жібін аптауға дайын болады. Одан кейін астында мәңгүрт фильмі деп жазылып тұр. Мәңгүрт фильмін көрсеңіздер болады. Жалпы идеясы осы ғой. Былайша айтқан кезде бізде қазіргі қазақтарда қалай көрінеді бұл оқиға? Яғни бізде қазақтарда өзінің тілін қорғай алмайды. Өзінің тілінде сөйлеуге ұялады әлі күнге дейін. Әрине бұрынғыдай емес. Әрине кеңес үкіметіндегідей емес, дәл сондай, Құдай сақтасын ондайды. Бірақ былай қарасаң, былай ойласаң, қазір біреуге ақша беремін саған, жағдайымды жасап беремін десе, бүкілі ұлтын сатып кетуге, басқа елдің отарына кіріп кетуге дайын тұруға сондайға дейін барады. Енді қорқынышты оқиға. Біз үшін енді бұл мәңгүрттіктен шығудың басты бір жолы бар. Ол біріншіден өзіміз мәңгүрт болмау, өзіміздің тілімізді қорғау, өзіміздің ділімізді, дәстүрімізді өзіміз сақтау. Басқа біреуге айтып өзіміз істемесек ол да дұрыс емес. Сондықтан да барынша дұрыс жолда ұстану керек. Бұл бір. Екіншіден, келер ұрпаққа, өзіміздің балаларымызға, өзіміздің ұрпақтарымызға, өзіміздің інілерімізге әлі санасы қалыптаспағандарға дұрыс бір үлгі көрсету арқылы және оларға дұрыс бір насихат жүргіздіру керек. Оларды шынымен де ұлтшыл, шынымен де қазаққа жаны ашитын, шынымен де өз ұлтына деген жаны ашитын адамдар тәрбиелесек, әрі қарай уақыт еншісінде. Әрі қарай біз барлығы ең басты мына бір жолды, мына бір этапты дұрыс өткізіп аламыз керек. Бар болғаны осы. Әйтпесе егер де дәл осылай жалғаса беретін болса, мынау Магнумдағы оқиға болсын, тағы да басқа өзінің туына қанша жерден біз мұсылманбыз десек те радикалданып, фанатизмге дейін бар, өзінің көк туына шахаданы жаздырып, ұлтты біріктірудің орнына, жаңағы діннің нұрымен одан сайын нұрландырудың орнына керісінше бір іріткі салатын адамдардан сондай бір қоғам еліне бөлініп кетуге дайын болады. Сен мәңгүртсің, сен шала қазақсың, сен қазақсың, сен таза қазақсың, сен мынандай рудансың, мен мынандай рудамын, сен мынандай деп бөлініп кетуге дайын болады. Сонда да бұндайлардың бүкілінен сақтану керек. Барлығымыз біз бір қазақпыз, барлығымыз бір азаматымыз, барлығымыз бір-бірімізге қолдау білдіруіміз керек. Барлығымыз мынандай мәңгүрттік деген жаман, өте жаман идеологиядан сақтанып, таза қазақи бағытты, таза өзіміздің ұлтымызға сай, керісінше қоғамды біріктіретін, керісінше қазақты алаштар аңсаған екінші Жапония ететіндей етіп жасауымыз керек. Бар болғаны осы, достар, ендеше ұнаса тағы да тіркеліп кетіңіздер арнаға. Сіздермен бірге болған қазақ профессор Ақтайұлы, барлықтарыңызға
келесі видеоларда кездескенше.